Бәріне сәлем, мен атым Бауыржан, мен Қазақстанда инвестиция жасаумен айналысамын. Бұл каналда сіздер қызықты ақпараттарға қол жеткізе аласыздар. Бүгінгі видеода мен Freedom Holding корпорациясы туралы әңгіме қозғағым келеді. Бірден ескерту керек, бұл инвестициялық кеңес емес, мен профессионал емеспін, сондықтан менің пікірім қате болуы әбден мүмкін. Сондықтан асықпаңыздар. Жеке менде бұл компанияның 2 акциясы бар, және мен оларды әлі бірнеше жыл ұстаймын. Freedom Holding корпорациясы ақш-тың Невада штатында тіркелген американдық қоғамдық компания. Компания листингі 2019 жыл NASDAQ алаңында өткізілді. Акциялар FRHC тикерімен саудаланады. Сондай-ақ холдингтің акциялары Санкт-Петербург биржасында саудаланады және Қазақстандағы KCD саудаланады. KCD US нижний пробел FRHC деген тикер арқылы іздесеңіздер таба аласыздар. Холдинг өзінің операциялық қызметін Ресей, Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Украина, Германия және Кипр сияқты әлемнің 7 елінде жүргізеді. Холдинг есеп беруді US GAAP стандарттары бойынша жариялайды. 2021 жылдық фискалдық жылдың 1-ші тоқсанында, яғни 2020 жылғы 30 маусымда аяқталды ол. Топтың меншікті капиталы $164 миллион құрады. Активтері 1 миллиард 169 миллион. Компанияның нарықтық құны 1 миллиард 400 миллионнан астам. Ресейде холдинг Freedom Finance инвестициялық компаниясы, Freedom 24 онлайн акциялар дүкені және Freedom Finance банкімен ұсынылған. Қабылданған Freedom Holding корпорациясының даму стратегиясы аясында 2020 жылдың шілде айының басында Церих Capital инвестициялық компаниясы акционерлік қоғам Ресей нарығындағы ең көне брокерлердің бірін сатып алды. Ал 2020 жылдың тамыз айында қазақстандық Forte банктың еншілес құрылымы Банк Кассанова акционерлік қоғамын сатып алды. Freedom Holding корпорациясы 3 ірі халықаралық агенттіктердің бірі S&P-ден тұрақты болжаммен B- B рейтингіне ие болатын, және жақында оның рейтингін бір сатыға көтеріп B және B+ рейтингіне ауысты. Соның әсерінен компанияның акциялары бірнеше ондаған процентке, яғни 50%-тен жоғарыға өсіп кетті. Компания 2008 жылы Мәскеуде Тимур Турлов бастаған 6 адамнан құралған тобынан пайда болды. Турлов үшін компания нағыз өмір ісіне айналды. Бүгін Freedom Holding корпорациясы 7 елде жұмыс істейді: Ресей, Қазақстан, Украина, Қырғызстан, Өзбекстан, Кипр және Германия. Топтың таза құны 175 миллионнан асады. Активтері 429 миллион, ал клиенттік активтері 1 миллиард 300 миллион доллардан асады. Клиенттік шоттардың жалпы саны 152 мыңнан астам. Холдинг өзі орналасқан елдерде 78 кеңсемен ұсынылған. Соңғы 3 айда таза табысы 48 миллион доллар болды, ал оның алдыңғы 3 айда таза табысы 24 миллион болатын, яғни 2 есеге өсті. Тимур Турлов белгілі кәсіпкер және финансист, Freedom Finance инвестициялық компаниясының бас директоры. Ол 1987 жылы 13 қарашада Мәскеуде бай емес отбасында дүниеге келді. Бала кезінен Тимур ақша табуды армандады. Осылайша болашақ кәсіпкер максималды пайда тұрғысынан қай жолды таңдау керектігін ойластыра бастады. Алдымен бала жүйелік әкімші болып жұмыс істейтін және жақсы ақша табатын ағасының ізімен жүруді ұйғарды. Алайда 15 жасында оның өмірі күрт өзгерді. Тимур өзінің аға досынан биржада инвестициялау мүмкіндігі туралы кездейсоқ білді. Ұзақ уақыт бойы ол ата-анасын қаржы нарығында өзін сынап көруге алғашқы ақшасын беруге көндірді. Осылайша Турлов $800 алды. Оны атасы мұра еткен. Тимур алғашқы келісімді ұзақ уақыт ойластырып, өлшеп, түрлі кітаптар оқып талдады. Содан кейін ол Dell Energy акцияларын сатып алды. Бірнеше аптадан кейін мен бұл іш пысырарлық екенін түсіндім дейді. Сонымен қатар достарым былай деді: егер сіз екінші эшелонға кірсеңіз, онда сіз 2-3
жыл максималды пайда күтуіңіз керек. Ал жас адамға күту қызық емес болды. Ең өкініштісі 4 айдан кейін компанияның акциялары 5 есеге қымбаттады және ол шамамен $4000 таба алатын еді. Осылайша алғашқы қаржылық тәжірибе сәтті болмады. 2004 жылы Турлов MIT экономика және басқару факультетіне оқуға түсіп, оны 2009 жылы сәтті аяқтады. Тимур инвестициялық компанияда жұмыс істеді. Онда одан да жүйелі сауданы үйренді. Қор биржасының белгілі ережелер бойынша ойнай отырып, тәуекелсіз операциялар жүзеге асыруды үйренді. 2011 жылы Турлов ірі қор биржаларында сауда-саттыққа брокерлік қызмет көрсетуге, бағалы қағаздарды сенімді басқаруға мүмкіндік беретін Freedom Finance инвестициялық компаниясын құрды. Көптеген сыншылар Турлов компаниясы қазақстандық нарықта 2 жылдық ралли ұйымдастырып, басқа ойыншыларды ығыстыра алды деп санайды. Нәтижесінде Freedom Finance ықпалы артты және жергілікті нарық осал позицияда тұр. Өйткені ол бір ұйымға тәуелді болмауы керек деп санайды. Тимур компанияның портфелі теңдестірілген, ал компанияның позициясы клиенттермен жұмыс белсенді жүргізіп, сауатты стратегиялар құрылғанын айтады. Freedom Holding қазақстандық шағын банк Казанованы сатып алады. Бұл 2004 жылғы жаңалықтардан алынған статья бойынша. Ол 4 тамызда 2020 жылы шыққан. Freedom Holding халықаралық қаржы холдингі шағын қазақстандық Казанова банкін сатып алады деп хабарлайды сейсенбіде банк пен компания. Бұрын қазақстандық Forte банкке тиесілі Казанова активтерінің мөлшері бойынша Орталық Азия елінің банк жүйесінің топ 20 құрамына кіреді. Мәмілеге қатысушылар оның құнын ашпады. Freedom Holding мәмілесі 2020 жылдың соңына дейін аяқталады деп күтуде. Содан кейін банк аты Freedom Bank болып өзгертіледі. Freedom Holding корпорациясы ақштың Невада қаласында тіркелген халықаралық қаржы холдингі. Оған ресейлік брокер және Freedom Finance банкі, қазақстандық Freedom Finance брокер, украиналық Freedom Finance Украина компаниясы, Freedom Finance Cyprus Limited, Freedom Finance Germany TT кіреді. Freedom Finance Өзбекстанда кіреді. Холдингтің жай акциялары, яғни қарапайым акциялары Nasdaq Capital Marketте, Қазақстан қор биржасында және Санкт-Петербург биржасында саудаланады. Жеке менің ойымша Freedom Holding корпорациясының потенциалы өте жоғары. Ол жоғары өсіп, өзінің акционерлеріне үлкен табыс алып келе алады деп санаймын. Себебі болашақта олар ары қарай өздерінің клиенттік базаларын ұлғайтып, соның әсерінен көбірек табыс таба алады деп санаймын. Маған Freedom Finance компаниясы ұнайды. Сол үшін мен акцияларын әлі сатпаймын деп санаймын. Достар, егер осы видео сіздерге ұнаса, лайк басып арнаға тіркеліңіздер, достарыңызбен бөлісіңіздер. Арнаны қаржылай қолдауларыңызға болады. Ол үшін экранда көрсетілген реквизиттер бойынша маған қаржылай қолдау көрсетулеріңізге болады. Рахмет. Сау болыңыздар. Только начало. Перед нами огромная ответственность, которую мы взвалили на себя, и нам нужно оправдать ожидания наших партнеров, инвесторов, акционеров. Нам нужно исполнить те обещания, которые мы дали сами себе. Я уверен, что у нас для этого есть сейчас, собственно, все. Удачи нам!